Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін оразаның 8-ші күні. Өзбек халқының сүйікті тағамы хамир хасиб деп аталатын тағамды пісіреміз. Өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен күрішімізді жақсылап бірнеше қайтара жуып аламыз да, 1 кесе күрішке 2 кесе су құйып, жақсылап пісіріп аламыз. Одан кейін фаршымыздың үстіне сарымсағымызды ұсақтап турап, жәнегі піскен күрішімізді салып, үстіне тұз бұрышымызды дәміне қарай саламыз да, жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Енді қамырымызды илейміз. 1 жұмыртқаның үстіне тұзды суымызды құйып, үстіне ұнымызды салып, басында осылай қасықтың көмегімен араластырып, одан кейін қолымызбен қамырды иілеп, ие қанғанша осылай иілейміз. Одан кейін бір 10 минутқа қоямыз ие қандырып. Ие қанған қамырды осылай 3 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін алып, мантыға жайғандай жұқа қылып тестамызды жайып аламыз. Достар, сіздер менің каналыма тіркелу кнопкасының жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай ортасына емес, салмасына шетіне қарай қоямыз да, осылай орап қоямыз. Осылай екі шетінен орап, осылай голубцевді ораған сияқты, осылай ораймыз. Одан кейін бәрін мантының табағына дізіп қойып, 40-45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей хамир хасибті мен қаймақпен ұсынатын боламын. Өте дәмді, күшті шығады қыздар. Сіздерге де жасап көруге ұсынамын. Ендігі кезекте шаймен ішкенге айраннан пирог жасаймыз. 2 жұмыртқамызға қантымызды қосамыз. Кішкене тұз саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз миксермен. Үстіне сары май құямыз. Микроволновкада ертіп алдым. Тағы да араластырып, оның үстіне 1 стакан айран, бір шай қасық нан содасының үстіне уксусымызды құйып, кішкене осылай көпіршігеннен кейін үстіне қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін илектен өткізіп, ұнды қосамыз. Достар, мен видеоның астында описанияға жазып кететін боламын, қанша мөлшерде қосу керектігін. Мінекей осылай жақсылап араластырамыз. Ұнды бірден бірақ қоспаңыздар, 2 бөлікке қосып аласыздар. Және де үстіне қазір мак қосамыз. Макты жақсылап араластырып, арнайы табамызды дайындаймыз. Астына фольгамызды төсеп, шеттерін майлап, осылай табаға құямыз. Қызып тұрған 180 градуста 25 минуттай пісіріп аламыз. Пирогтың піскенін ағаш таяқшаның көмегімен білеміз. Мінекей пирогымыз пісіп болды. Өте нәзік, жұп-жұмсақ. Қыздар, ауызашарға сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға қуаныштымын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.